Да, прикол болайын деп отыр қазір. Қолымда Samsung A01 дейтін ескі сол телефонмен сурет түсіріп көрдім мен. Сол телевидение кезінде болған. Сол кезде кішкене шабыт ашылып, уже телефонмен суретке түсіру бастадым. Жаңа телефон алған кезінде уже ол жақта жаңаша уже нәрселер көрдім да, сол жақтан уже үйреніп бастадым. Қосымша табыс табу сондай бір ниет болды. 19-ның аяғында бір үлкен бір проект алып, ерекше өзімше бір. Ол кезде енді ағаларым бар. Данияр Асқарұлы дейтін Нұрдос ағаларымыз бар. Солармен бірге бір жаңаша өзімше бір сайт ашып, сондай ақпараттық агентство дейді. Сондай ашып, сол кезде сол телефонмен бір передача түсіріп шыққан. Шабытты негізі көріп, өзім жай жүріп, мына ойдағы фантазия байланысады ғой. Бұл жұмысым маған ұнайды. Өйткені бұл менің әкемнен дарыған сондай бір дүние. Өйткені менің әкем кезінде оператор болған, облыстықта болған, облыс акиматтықта болған, қалалықтықта болған, телевидениеде де жұмыс істеген. Сол кісінің тұяғы болып мен қалдым. 2017 жылы оқу бітірген кезде Қазақстан Тараз қазіргі Жамбыл ТВ-да оператор болып жұмысты бастағанмын. Сол 17-тен 19-ға дейін оператор болып, содан кейін 19-дан 20-ға дейін режиссер болдым. Ол кездегі алғашқы табысым 86 мың болды. 86 мың операторский. Режиссер де сол шаңырақта. Қазіргі уақытта мен енді статистика бойынша енді орташа айлық 285 мың айлық алам, және де қосымша табыстарым бар. Қазіргі таңда енді мобилографта күлетін шығар. Samsung S21 ультрамен түсірем. Бұл жаңа емес. Болған уже 2-3 жылда өтті. Және де қазір басқалар қолданып жатқан приложениені қолданбаймын. KineMaster дейтін программаны қолданамын. Қазір музыка, әуенге ол бірінші, екінші деталь, сонан кейін үшінші маңызды қазір. Мен сөзімен беріп жатырмын. Әкімнің сол сөздің маңыздылығына қараймын. Жоқ, музыканы мен сатып алмаймын. Музыканы ізденемін. Ол әрқалай. Мысалы, аралау болмаса, мен өзім жұмыс барысында айтайын. Аралау бірдеңе болатын болса, от силы жарты сағат. Біздің жылдамдығымыз 15-20 минут, даже жарты сағатқа дейін барады. Әкімнің көңілінен шығу оңай. Өйткені ол кісі көреді, күнде көреді, және де өзінің бағасын да береді. Молодесің. Бәрі адамдар көп жерде осыны айтады, ана жаңа. Тез арада шығады ғой. Қазір бір 15-20 минутта шығып жатыр соның бәрі ақпарат. Кім арнайы дайындаласыздар ма білмеймін енді, но анада кеше ғана Сарысуда болдым ғой. Игілік ауылында, Игілік ауылынан екінші ауылға баратқанда уже Жамбыловта шығып жатыр. Кездесу бәрі қайтымға айтылмыз. Сондықтан молодец. Тосын тағы. Сондай бір кісіден, беделді кісіден, сондай тілек, сондай бір не айтып тұрса, қалай мақтанбайсың, және қалай мотивация алмайсың ол кісіден. Мәселе айфонда емес, адам өзі фантазиясына байланысты. Әлі де камера ұстаймын, өзімде жеке өзім камерам бар, және де жеке телефон бар. Екеуін бірдей қатар ұстаймын. Өйткені мобилография ол менің жұмысым және табысым, ал камера ол менің өзінің ішкі фантазияммен және де өзінің қиялымдағы нәрселерімді түсіру үшін. Love story, үйлен той дейтіндер түсірмеймін. Білмеймін енді, мен өзім ана телевидение жұмыс жасағаннан кейін ба, сол жақтағы ағалардың арқасында проекттер аламын. Сондай проекттер алып, документальный, сондай жанрдағы роликтер жасаймын. Ойымша енді курс ашу болашақта ондай ойда жоқ. Өйткені ол менің андай ұстаздық қабілетім жоқ енді. Өйтіп түсіндіріп айту жоқ. Осы салада жүріп, ұсыныстар да келді. Біздің өзіміздің Қазақстан Республикасы министрлігінен келді. Сол бір ролигіме бола, еще ол ролик поледа пияздарды көрсеткен үшін. Содан министрліктен келді.
Содан кейін Астана жақтан тағы бір, Үкімет жақтан тағы бір телевидение жүрген кезде менің бір мақсатым болды, осы Таразды көркету. Өзім Таразымыздан шығу. Шығармашылық жағынан Жамбыл облысы кадр жағынан мықты ғой, негізі. Қазмедиа Астана жақта мықты. Мен жеттім телевидениеда болсын, мобилография болсын, журналист жағынан да болсын. Жамбыл облысының кадрлары жақсы. Өте керемет. Мобилограф болмасам, музыкант болатын едім. Өйткені біз музыкаға кішкене қабілетім бар. Әкем пианист, атам домбырада тартады. Үйленгенмін. Бала шағам бар. Әйелім екеуміздің саламыз бір болғандықтан, екеуміз мен тақырыпты айтып қоям. Екеуміз сол мені ойластырамыз, қалай істеу керегін. Саламызда бір болғаннан кейін, ол кісі енді режиссура мамандығын оқығаннан кейін бірінші видеоларымды соған көрсетемін, қалай болды, қалай шықты дегендей. Мобилограф сұранысқа ие, және де бұл өзінің заманның талабына сай, және де бұл қазір қажетті дүние болып отыр. Жақсы табыс алып келетін жұмыстың бірі. Сіздердің шабыттарыңызды ол өрлей түсетін сондай бір саланың бірі. Бұл профессионалды да, және де мобилограф деп бөлімнің қажет жоқ. Бұл бірдей, сол бір деңгей. Бұл адамға байланысты. Және де енді біздің қаламызда сол көбейсін деп тілегім келеді. Және де менің жұмыстарымды көргілеріңіз келсе, Жамбыл Гоп сайтынан және де Instagram сайтынан көріңіздер.